Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Allah tağalam bugünkü günümüzde sәтті берекелі етсін иншалла. Алейкум ассалам рахматуллахи ва баракатух. Кеше тікелей эфирді қалай сохранить етуді білмей өшіріп алыппыз. Айып етпестер. Иншалла сол үшін де бүгін кешегі сабақтарды бастан иншалла түсіндіретін боламыз. Алла қаласа қазір адамдар кіріп алсын иншалла. Адамдар кіргенше бір вағыз насихат айтып жіберейік иншалла. Алхамдулилlah, alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala rasulihi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'da оқыңдар. Себебі Құран қиямет күні өзін оқыған адамды шапағат ету үшін келеді дейді. Және біз барлық Құранды айтып жатырмыз. Енді бір ғана сүре, бұл Мүлік сүресі. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям кімде-кім жатар алдында Мүлік сүресін оқып жататын болса, егер сол күні өмірден өтетін болса, тіптім жәннатқа кіріп, кешірілгенге дейін күнәларынан сол Мүлік сүресі ол адам үшін шафағат етеді деді. Қараңыздар. Шафаату ли раджулин хатта ғуфира лах. Тіптім кешірілгенге дейін кісіні шафағат етеді екен. Қараңыздар. Сол үшін Алла тағаладан әрдайым міндетті түрде сұрайық. Себебі ол күні өте ауыр күн. Себебі Алла тағала ол күні يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. Ол күні сондай ауыр екендігін Алла тағала баяндап жатыр. Себебі біз өзіміздің бала-шағаларымызды қатты жақсы көреміз, дұрыс па? Ол күні әке-шеше өз бала-шағасынан қашады. Ана, қараңызшы, ана баласы үшін жанын беретін ана қашады. Әйел, достарың барлығы нәфси, өзім деп қашады. Қараңыздар. Тек қана бізге шапағат ететін нәрсе осы Құран. Және біздің дәрежемізді көтеретін осы Құран. Алла тағалам жатқан жерін жәннатын бақшаларынан қылсын. Алла тағалам жақсы амалдарын оң жағынан берсін. Себебі біздің екі иығымызда екі періште бар. Олардың аттары кирамен катибин деген Алла тағала Құран-ы Кәрімде я'ламуна ма таф'алун. Не істеп жатқандарың бәрін біліп отыратын мынау екі иықта екі періште бар. Оң иықтағы періште біздің жақсы амалдарымызды жазып отырады. Және де сол иықтағы періште біздің жаман амалдарымызды жазып отырады. Және жаман амалдарымызды жазып отырудан алдын күтеді ғой. Осы кешірім сұрап, осы тәубе етіп қалатын шығар деп. Біз болсақ тәубе етпейміз ғой. Сол үшін иншалла онда бүгінгі дәрісімізді бастай берейік иншалла.
Менің даусым естіліп жатыр ғой, Даусым естіліп жатыр ма? Жақсы. Бүгін дәрісті жақсылап бастаймыз, Алла қаласа. Алла тағалам зейіндеріңізді ашсын, жалқаулықты алып тастасын. Бұл өте оңай. Жаңағыдай сіздер айтып жатырсыздар, жеке үйретпейсің ба деп. Бұл қазір мынау 28 әріп. Мынау 28 әріп. Біз осы 28 әріпті жаттаған, осы 28 әріпті үйренгеннен кейін, біз осы 28 әріпті үйренгеннен кейін жеке әріптерге өтеміз. Сол үшін де міндетті түрде осы әріптерді бірінші жаттап алу керек. Қараңыздар. Адамдар қате оқып қоюы мүмкін. Қате оқудан аулақ болу үшін себебі Алла Тағала Құран-ы Кәрімде «Уараттилил Құр'ана тартила» Құранды тәжвидпен оқыңдар деген. Сол үшін Құранды тәжвидпен оқу бұл фарз айын болады. Себебі тәжвид амали бұл фарз айын. Мұсылман еркек әйелге намаз қандай фарз болса, сондай тәжвид амали фарз айын. Бисмилла, бастадық. Мынау әлиф. Қараңыздар, әлиф. Мынау бә. Міндетті түрде әлиф екендігін сіздер жазып қойыңыздар да, сіздер өздеріңіздің дәптерлеріңізге жазыңыздар. Қараңыздар, мынау әлиф. Әлиф деп жазсаңыздар, одан кейін мынандай бір-біріне ұқсайтын 3 әріп. Енді екінші бән аласыздар, қараңыздар. Астында точкасы бар, бә екен, қараңыздар. Бә екен. Енді қараңыздар, үстінде 2 точкасы бар, бұл тә екен. Жаңағыдай түсініксіз болып жатса, қалай не болып жатса, менің өзіме жаңағы телеграмға шықсаңыздар, мен сіздерге жеке, яғни қиын болып жатқан, түсінбей жатқан кісілерге жаңағыдай жеңіл жолдарын және қарастырамыз, Алла қаласа. Енді мынау θ деген, сақау θ деген әріп. Мынау қараңыздар, үшеуі бір-біріне қатты ұқсайды. Тек қана бұларды қалай ажыратамыз? Тек қана точкалармен ажыратамыз, қараңыздар. Ортасында точкасы бар. Мынау джим, қараң, джим. Мынау еш нәрсесі жоқ. Бұл ха. Қараңыздар. Және де мынау ортасында точкасы бар. Бұл джим әріп екен. Джим. Еш нәрсесі жоқ. Ха екен, қараңыздар. Ха. Және де үстінде точкасы бар. Бұл хо екен. Қалай ажыратамыз? Мынау үшеуі бір-біріне ұқсап жатыр. Мынау үшеуі де бір-біріне ұқсап жатыр. Енді астыңғылар, енді екеуі бір-біріне ұқсайды, қараңыздар. Оп-оңай. Себебі бір әріпті жазып алсаңыз, мәселен, бір адамның түрін көріп алсаңыз, білесіз ғой, мәселен, дұрыс па? Бір жерінде шырам бар екен, мынандай екен деп адамдардың айыбын, адамдардың несі тез көрініп қалады ғой. Сол сияқты мәселен, бұл мәселен бір жаттаудың, бұл араб тілін жаттаудың және де бір жеңіл жолы, мәселен, мынандай екен ғой, біз өзіміз айып табуға, біреудің айыбын табуға өте неміз ғой, енді соған, мынан астында бір точкасы бар екен, мынан үстінде 2 точкасы бар, тә екен, 3 точкасы бар, θ екен. Қараңыздар, оп-оңай көріп ма? Тек қана не қылу керек? Жақсылап отырып, әрекет жасау керек. Енді мынау 2 әріп бір-біріне өте ұқсап жатыр. Қараңыздар. Мынау дәл деген әріп, қараңыздар. Енді точкасы бар. Бұл дәл. Мынау мен мынау екеуі сақау. Қараң. Мынау мен мынау екеуі сақау. Қараң, дәл.
Мынау дәл, мынау зәл. Енді қараңыздар, мына екі әріп бір-біріне ұқсап жатыр. Бұл екеуін де басындағы үстіндегі точкасынан ажыратамыз. Қараңыздар. Мынау ро деген әріп. Ро. Қараңыздар. Мынау есе бұл зәл. Зәл. Мынау сақау еді, мынау енді сақау емес, кәдімгі. Мына сақау зәлмен, сақау зымен кәдімгі зіні екеуін ажыратып оп-оңай. Неге? Мынаусы кішірек және жуан, мынаусы жіңішке келеді. Қараңыздар. Осыларға точкаларына, жуан жіңішкеліктеріне мән берсеңіздер, өте оңай болады иншалла. Енді қараңыздар, мынау еш нәрсесі жоқ. Мына екеуі бір-біріне ұқсап жатыр. Бірақ мынаның үстінде 3 точкасы бар. Демек, еш нәрсесі жоқ не екен? Бұл сейін екен. Сейін. Мынау 3 точкасы бар. Бұл шиін екен. Шиін. Қараңыздар, мынау сейін. Мынау шиін екен. Енді қараңыздар, мына жердегі екі әріп бір-біріне қатты ұқсап жатыр. Мынау екі әріп бір-біріне қатты ұқсап жатыр. Екеуін ажырататын нәрсе үстіндегі точкасы. Қараңыздар. Сол үшін еш нәрсесі жоғы. Мынау соды. Қараңыздар. Соды. Енді мен сіздерге осындай электронный вариант жіберген едім. Енді сіздерге барған болса, осыдан жақсылап қарап, және де бұған емес, басқа бір дәптерге мыналарды міндетті түрде көшіріңіздер. Және әр әріпті, әлифті, бәні, тәні, жеке бір бетті толтырып шығыңыздар. Міндетті түрде, себебі сіздердің естеріңізде қалу үшін. Себебі жазсаңыздар, біреулер бір қарап тез қабылдап алуы мүмкін, біреулер жазып қабылдап алуы мүмкін. Соған осында жақсылап мұқият болсаңыздар, мынау енді үстінде точкасы бар. Бұл доды. Доды. Еш нәрсесі жоқ, енді соды. Мынау енді точкасы бар. Доды. Енді қараңызшы. Мынау екі әріп бір-біріне өте ұқсап тұр. Осы екі әріпті ажырату үшін тек қана точкаларға қараймыз. Қараңыздар. Еш нәрсесі жоқ. Бұл то. Қараңыздар. Бұл то. Енді мынау точкасы бар. Бұл во. Во. Қараңыздар. То. Во. Во. Енді мына екеуі де бір-біріне өте қатты ұқсайды. Сабақты сақтаймыз иншалла. Мына екеуі де өте бір-біріне ұқсайды. Енді сабақты сақтаған сабақты жаңағыдай сақтаған сабақты қарау бір бөлек, жаңағыдай естіп қарасаңыздар, мен жаңағыдай мұқият сіздерге түсіндіріп жатырмын, және де сақтағанды да иншалла қалдырамыз. Жақсылап мұқият тыңдап отырсаңыздар, иншалла. Қараңызшы, мына екеуі бір-біріне өте қатты ұқсайды. Бұл екеуін қалай ажыратамыз? Және үстіндегі точкасынан ажыратамыз. Мынау айын, айын. Мынау ғойын, ғойын. Қараңыздар, мынау айын, мынау ғойын. Екеуінің айырмашылығы аяғында? Екеуінің айырмашылығы точкасында тұр. Енді мына жерде екеуі бір-біріне ұқсас. Бір-біріне өте ұқсайды. Бірақ біреуінде бір точка, екіншісінде екі точка бар, қараңыздар. Демек, бір точка алса, бұл фә екен, қараңыздар. Фә. Фә. Екі точкасы бар, бұл қоф. Қоф. Қараңыздар. Мынау фә екен, мынау қоф, қо әріпі екен. Енді қараңыздар, мына жерде енді мынандай ішінде мынандай несі бар? Ішінде хамзасы бар. Бұл кәф екен. Қараңыздар, кәф. Мынау мынандай болса, бұл ләм. Енді қағандар жеке-жеке.
біреуін біліп алсаңыз болды. Қараңыздар, мынау мим. Қараңыздар, мынау үстінде бір точка бар. Бұл нун. Мынау есе қараңыздар, вау. Мынау есе домалақ. Бұл ха. Бұл жіңішке ха деп атайды. Мынау есе ләм әлиф деп атайды. Қараң. Ләм әлиф. Мынау есе я. Қараңыздар, енді жақсылап және де мұқият тыңдаңыздар. Әлиф, бә, тә, ثا جيم حا خا دال ذال را زا سين شين صاد ضاد طا ظا عين غين فا قاف كاف لام ميم نون واو ها لام ألف يا. Енді түсінікті болған шығар деп ойлаймын. Қалай өзі түсініп жатсыздар ма? Bir жазып жіберсеңіздер. Естіліп жатыр ма? Қиын болып жатқандарға жаңағыдай мынаны қараң. Мына бір әріп. Ашын бір сызықша. Бұл әлиф, қараң. Қараңыз, бір сызықша бұл әлиф. Енді мынау үшеуі бір-біріне қатты ұқсап тұр, қараңыздар. Бұл қиын емес қой, қараңыздар. Мынаның астында точкасы бар. Бұл бә екен, қараңыздар. Бұл бә екен. Енді үстінде екі точкасы бар. Бұл тә екен, қараңыздар. Бұл тә екен. Енді үш точкасы бар. Бұл тә, сақау. Тә екен, қараңыздар. Тә. Енді мына үшеуі бір-біріне қатты ұқсап тұр, қараңыздар. Ортасында точкасы бар. Бұл жим. Қараңыздар. Бұл жим. Еш нәрсесі жоқ. Бұл ха. Еш нәрсесі жоқ. Бұл ха. Енді үстінде точкасы бар. Бұл хо. Қараңыздар. Мынау үстінде точкасы бар. Бұл хо. Енді қараңыздар, біз әр әріпке жеке тоқталамыз әлі. Мынау бәға тоқталамыз, тәға тоқталамыз, фәға тоқталамыз, жимға. Басында қалай оқылады, соңында қалай. Біз бірақ мынаны жаттап алатын болсақ, 28 әріпті. Олар біз үшін оп-оңай болады, қараңыздар. Оп-оңай, себебі біз білеміз. Мынандай болса жим екенін білеміз. Мынандай болса ха екенін білеміз. Мынандай болса хо екенін білеміз. Енді қараңыздар. Мынау екі әріп бір-біріне өте ұқсайды. Қараңыздар. Сіздер бұларды жазыңыздар. Қараң, қазір мәселен
эфирде де несін қалдырамыз. Міндетті түрде әр әріпті жазыңыздар, қараңыздар. Міндетті түрде оп-оңай осы бір үйді қараң. Бір 20 этаж үй сап жазса, 20 этаж үй сап жаз. Оның үйдің ең бірінші фундаментін мықты қыламыз ғой, дұрыс па? Құранның фундаменті осы 28 әріп, қараңыздар. Осы 28 әріпті жақсылап жаттап алатын болсақ, және шығатын жерлерін қалай бұлардың сипаттарымен бәрін жақсылап жаттап ала алсақ, біздің фундаментіміз, яғни Құранды қатесіз оқуымыз деген сөз бұл. Сол үшін басқа тез ар жаққа өтіп кетіп қалудан, мұнау біз үшін өте қатты маңызды нәрсе. Осыны мұқият сақтаңыздар, иншалла. Мұнау еш нәрсесі жоқ, бұл дәл екен, қараңыз, дәл. Мұнау үстінде бір точкасы бар, бұл дәл екен, сақау, дәл. Екеуі бір-біріне ұқсас. Демек, дәл мен дәлдің екеуінің айырмашылығы бір точкасында бітті. Енді қараңыздар, мұна екеуі де бір-біріне өте ұқсайды. Мұнау еш нәрсесі жоқ, бұл ро екен, қараңыздар, ро. Енді мұнау точкасы бар, бұл зәл екен, зәл. Енді бұл әшін зәл. Мұнау сақау зәл. Екеуі екі зәлдің ажыратуы, сақау еместігін ажыратуы, сақау жуан болады. Сақау емесі жіңішке болады. Енді қараңыздар, мұнау екеуі бір-біріне өте қатты ұқсап жатыр. Енді еш нәрсесі жоғы, бұл сиын, сиын, сиын. Енді үстінде 3 точкасы бар. Бұл шиын, шиын, шиын. Енді мынандай екі әріп бір-біріне ұқсап тұр, қараң. Мынау точкасы жоқ. Бұл соды. Қараңыздар, мұқият тыңдаңыздар. Соды, соды. Енді мынау боды, боды. Қараңыздар, точкасы бар, бұл боды. Жаңағыдай біреу 29 әріп емес па деп жатыр ғой. Мынандай, мына әлиф әшін бір таяқша, бұл әшін ләмнің әлифі. Мынау ләм әлиф. Бұл өзінен өзі бір дыбыс бере алмағандықтан, бір әріпке мұқтаж болғандықтан бұл саналмайды. Бұл мынау ләмнің әлифі деп 28 әріп деп атылады. Енді біз 29 әріп деп, яғни біз жақта қосшы береміз ғой. Бірақ бұл ләмнің әлифі болғандығы үшін 28 әріп болады. Бұл бір әріпке жалғанса ғана дыбыс беріледі. Өзден өзі дыбыс бере алмағандығы үшін әріп болып саналмайды. Енді мынау екі әріп. Син әріпі. Жаңағыдай мен сізге қазір сабақты бітіріп алған екен. Қазір айтып жіберем, син әріп қай жерден шығатынын. Енді мынау екі әріп бір-біріне өте қатты ұқсап жатыр, қараңыздар. Мынау еш нәрсесі жоқ. Бұл то. Енді қараңыздар, точкасы бар. Бұл зо. Екеуін ажырату. Бұл мәселен сә, зәл, зо әріптері, мынау әріптер, осы үш әріптер бір жерден шығады. Қай жерден шығады? Бұлар тілдің ұшы екі үстіңгі астыңғы екі күректісін ортасына келу арқылы шығады бұлар. Себебі бұлар сақау. Сә, зәл, зо. Бұл үшеуі сақау әріптер. Сақау әріптер бір жерден шығады. Шығарамай жатқан болсаңыздар бұларды жаңағыдай неге алып келесіздер? Тілдің ұшын астыңғы үстіңгі екі күректісін ортасына алып келесіздер, сонда шығады иншалла. Енді мынау син, зәл, сод әріптері бір жерден шығады. Шығатын жерлері тілдің ұшыны астыңғы
тістің, яғни астыңғы күрек тістің мүлкіне алып келесіз. Сол жерден шығады, қараң. Сә, си, су, тіске тигізбейсіз. Астыңғы күрек тістің, яғни мүлкіне алып келесіз. Сол жерден шығады. Зә, со, үшеуі, мынау үш әріп бір жерден шығады. Тіліңіздің ұшын астыңғы күрек тістің мүлкіне алып келген кезде сол жерден шығады. Сонда оп-оңай шығара аласыз, иншалла. Енді мынау екі әріп бір-біріне қатты ұқсап тұр, қараңыздар. Мынау еш нәрсесі жоқ, бұл айн екен. Айн. Мынау үстінде точкасы бар, бұл ғойн екен, қараңыздар. Ғойн. Айн, ғойн. Мынау екеуі бір-біріне қатты ұқсап тұр. Бір точкасы бар, бұл фә екен, қараңыздар. Және екі точкасы бар, бұл қоф екен, қараңыздар. Бұл фә, бұл қоф. Жаңағыдай тіс тиіп қалады деп жазсыз ғой. Енді тіс тисе де, тіліңізді сол жерге алып келсеңіз, өз шығады өз. Қараң. Сә, си, су. Тіліңізді тигізсеңіз де шыға береді. Бірақ тіліңізді жаңағыдай соның мүлкіне алып келесіз. Иншалла. Енді мынау кәф, кәф. Мынау ләм, ләм. Мынау мим. Мынау үстінде точкасы бар, бір точкасы бар, бұл нуын. Мынау уәу. Мынау домалақ. Бұл жіңішке хә. Қараңыздар. Хә. Мынау ләм әлиф. Мынау я. Енді бұл 28 әріпті түсіндік деп ойлаймын, иншалла. Енді бұл мынау ләм. Бұл жерде созылып айтылады. Себебі бұл жерде мынау әлиф, басындағы әлиф. Мынау ләмға жалғанып тұр, бұл жерде мәт. Бұл жерде мынау ләмнің әлифі болып тұр. Мынау әлиф, мынау ләмнің әлифі болып тұр. Сол үшін ләм әлиф болады. Енді жіңішке ха жоқ. Мынау хә. Бұл жіңішке. Мынау ха. Енді бұлардың әріптердің жіңішкелік деңгейі бар. Енді жуан жіңішке болып бөлінеді. Жуан болғанда жуандық деңгейі бөлінеді. Иншалла олардың бәрін өтеміз әлі. Оған асықпаңыздар. Мынау бұны сіз хо деп шығарамайсыз қой. Бұл сол үшін жіңішке хә. Жеңіл шығады. Жеңіл хә деп. Бұл қай жерден шығады? Бұл хә әріпі ахбабу саутия. Яғни мынау кеңірдектің ішінде екі дыбыс сіңірі болады. Екі дыбыс сіңірі бір-біріне жақындап, ортасынан кішкентай ауа өту арқылы хә әріпі шығады. Иншалла оны өтеміз. Енді қараңыздар. Енді қарасаңыздар, сіздер асықпасаңыздар, соны біз әлі басындамыз ғой. Сіздер бірден анау ерде оқып кетіп қалғыларыңыз келіп жатыр да, біз бірінші мыналардың бәрін жаттайық. Және де күнде біздің пландарымыз бар. Иншалла тек қана соларға, пландарымызға қарай жұмыс істеп, не қыламыз, Құдай қаласа. Жаңағыдай қалай оқылу керек. Иншалла бір аптада Құранға түсеміз деген үлкен жоспарларымыз бар. Сіздер жақсылап оқысаңыздар, иншалла.
Кітапта ләм әлифті жоқ. Мынау ләм деген мынандай өзі. Қараңыздар, жақсылап қарап. Мынау ләм деген мынау. Ләмға былай бір қоссаңыз, жаңағы бір таяқшаны мынаны қоссаңыз, мынау ләм болады, мынау әлиф болады. Мынау ләм әлиф деген ләмнің әлифі деген сөз. Түсініңіз ба? Мәселен, қола болса, қофтың әлифі болып тұр да ол жерде. Ондай қағидаттарды кейін өтеміз. Қазір жаңағыдай біз өткенімізді жаңағыдай сіз не қыла беріңіз. Ана түсінбеген жерлеріңізді сұраң. Мен сізге қазір көрсетіп отырмын ғой. Міне енді қараңыздар. Үстінде, астында және үстінде. Мынау араб тілінде а деген әріп жоқ. Деген бір қараңыздар. Мынау үстінде бір сызық болса, бұл болады. Астында бір сызық болса, болады қараңыздар. Мынау үстінде мынандай сызық болатын болса, бұл болады қараңыздар. Мынау Енді мұқият қараңыздар. Енді мынау біз жаңағы мәселен әлиф деп өттік, дұрыс па? Енді әлифтің өзі оқылмайды. Тек қана бұған мынандай әрекет берілген кезде қана оқылады. Дыбысталады. Қараң, мынау енді қараңыздар. Ро, ри, ро. Себебі үстінде бір сызық болған екен, ро болып жатыр. Астында бір сызық болған екен, ри болып жатыр. Үстінде болған екен, ро болып жатыр. Енді мынау ро әріпі кейде жуан, кейде жіңішке болады. Енді ру болғанда жуан болады, ри болғанда жіңішке болады. Осыған қатты мән беріңіздер, иншалла. Енді қараңыздар. Мынау ир, ор. Қараңыздар. Мынау роның алдына әлиф қойылды. Әлиф қойылған екен, ро сукунды болды. Сукун дегеніміз мынандай домалақ. Ол оқылмайды. Енді қараңыздар, ир дегенде ро жіңішке болды. Ор деген кезде жуан болды, қараңыздар. Енді зу. Әр әріптің жаңағыдай жазылуын, мынау 28 әріптің әр қайсысына жеке-жеке тоқталамыз әлі. Қараңыздар, жеке-жеке тоқталамыз. Сол үшін қараңыздар. Мынау зу. Енді қараңыз. Iz, uz, zar, zir, zor. Енді екі әріптілер өтті, қараңыздар. Тек қана әлиф қоясыз. Мынау фатхадан макасра. Үстінде болса сызық әз болады. Астында болса из болады, үстінде болса уз болады. Осыларға мынау үстінде, астында, үстінде осыған қатты мұқият мән беріңіздер. Енді үшеулікке келдік, қараңыздар. Әзру, изру, узру, урзу. Енді қараңыздар, үшеулік. Біз әлифті білдік, зәні білдік, зәлді, роны білдік. Енді тек қана қосу қалды енді. Енді мына жақ қарап, жаңағы мен сіздерге 28 әріп дегенім, соны жаттап алсаңыздар, әр қайсы әріп тек қана қосып оқып кете бересіздер, бітті. Демек мынау әлиф екен, демек әзру екен, демек мынау и екен, мынау зәл екен, ро екен, изру, мынау демек у екен, мынау зәл екен, мынау ро екен. Демек, узру, мынау у екен, ро екен, зәл екен. Урзу, қараңыздар. Осылай қосып оқып кете береміз. Сол үшін осындай нәрселерге
мұқият қараңыздар. Иншалла жақсылап мән берсеңіздер, иншалла өте керемет болады. Енді мынау мә, ми, му. Мим әрібін өттік. Мим әрібі осындай болады, қараңыздар. Осылай не қылады. Демек біз 28 әріпті білген екен, біз үшін оп-оңай болады. Демек әлифті өтіп кеттік біз. Демек тек қана бір әріпке бір әріп білген әріпіміз қосып отырамыз. Демек мынау әм екен. Қараң, әм, мынау им, мынау мынау мор, мынау моз, мынау ром. Демек біз мим ра, мим зәл, мим ра, мим у бәрін біз білеміз. Тек қана қосып кетеміз. Енді қараңыздар, сіз қиын деп жасыз ғой. Бұл жердегі қиын нәрсе жаңағы 28 әріпті жаттау. 28 әріпті жаттап алсаңыз сіз тек қосып кете бересіз ғой. Қараңызшы. Оп-оңай. Демек мынандай үшеуі де демек төбесінде келіп жатыр, үш сызықта. Қараң. Демек бұлар әмәра, мәра. Демек қараңыздар. Енді бізге үйретіп жатыр. Үстінде үш сызық келсе қалай оқылады деп жатыр. Мына мим екенін білеміз, мына ро екенін білеміз, мына әлиф екенін білеміз. Демек әмәра болып жатыр. Енді қараңызшы. Мына жерде у тұр, мим тұр, ро тұр. Бірақ мим астында сызық келіп жатыр. Енді қалай оқимыз бұны? Демек умиро екен, қараңыздар. Демек мынандай сызықша келіп тұр. Үстінде тағы бір сызықша келіп тұр. Енді мимді білеміз, роны білеміз. Мимнің үстіндегі бұл домалақ сызықша. Бұны сукун дейді. Бұл оқылмайды бұл. Яғни әрекет жоқ. Тек қана ру деп кетеміз. Мим оқылады, жаңағыдай әрекет жоқ. Әрекет үш түрлі болады. Фатха, дамма, кәсра болады. Нандай. Басқа әрекет жоқ. Сукун болады. Сукун жаңағыдай оқылмайды. Яғни әрекет берілмейді сукунға. Әмә болмайды, әшін әмру болады. Енді қараңыздар. Енді имен келіп жатыр. И, мынау мим. Мим үсті сукунды. Демек, мынаны білеміз у екен. Имру. Мынау ромзу. Ирми. Бәрі осылай кете береді. Оп-оңай қараңызшы. Мәр. Демек мынандай сукун бар. Сукундар олар не қылады? Оларға әрекет берілмейді. Демек мәр. Қараң. Ром. Зәм. Әрзәм. Қараңызшы. Оп-оңай. Енді тә әріпіне келіп жатырмыз, қараңыздар. Тә әріпі осылай жазылады. Тә, ти, ту. Енді тәні білдік. Ти қандай болатынын білдік. Ту қандай болатынын білдік. Енді мына жерде жаңағыдай ғой. Мынау мә екенін білеміз. Мынау тәнің үстінде сукун екенін білеміз. Демек мәт. Мынау ми екенін білеміз. Мынау сукун. Демек мит. Мынау му екенін білеміз. Мынау тәді сукун болған үшін мут. Мәт, мит, мут. Мынау тәмәр, тәрир. Тәнің үстінде, мимнің үстінде фатха болғандығы үшін, фатха яғни әлиф болғандығы үшін, тәмәр, ро оқылмаған, роның үстіндегі әрекет жоқ, сукун болғандығы үшін, тәмәр, тәрир. Енді тур осылай қараңыздар. Зур тә. Әмәрти. Марарту. Тек қана үстіндегілер болса фатха, яғни мәра деп оқып кете бересіз. Нандай болса марар деп тоқтайсыз. Себебі бұл сукун. Ар жағында ту дейсіз бетті. Мынау умир тоқтайсыз, қараңыздар. Демек, орода әрекет жоқ қой. Умир болады ту. Енді мынада әмәрат. Әлифте, мимде, рода әрекет бар. Оқимызда яғни әрекеті бар. Әмәрат. Тәнің әрекеті жоқ. Көріп бастар ма?
Demek amarat. Mınau amartum, amartum, umirtum, marartum, murirtum. Endi жаңағыдай сукундарды қайталау керек жоқ шығар. Мына жерде қалай оқылу керектіктерін жақсылап түсіндірдік иншалла. Енді келесі әрібіміз нун әрібі. Қараңыздар. Міне нанину, нанину. Енді ән. Қараңыздар. Ән. Себебі нун әріпі сукунды. Нунның әрекеті жоқ. Демек ән болып қалады. Демек мынау и екенін білеміз. Мынау нун әрекеті жоқ. Ин. Қараңыздар, оп-оңай. Зин. Ар жақ қарап жаңа 28 әріпті біліп алсаңыздар, ар жақ қарап зырылдатып оқып кете бересіздер. Қараңыздар. Мынау мән. Мынау мин. Мынау нәм. Уже 3 әріпті өтіп жатыр. Қараңыздар. Сіздерге басында 2 әріпті қылып, жеңіл қылып беріп жатыр. Қараңыздар. Енді 3 әріпті. Әнтә. Себебі нунның үстінде әрекеті жоқ. Яғни фатхасы даммасы кәсірасы жоқ. Әшін сукун. Сукун болған үшін нун өзі оқылады, әрекетті болмайды. Нимтә. Әнтум. Нимтум. Қараң. Нимтум. Назиру. Назиру. Қараң. Назину. Амарна. Умирна. Марарна. Мурирна. Амрарна. Енді жаңағы қараңыздар. Мен бұл саланың маманымын. Сол үшін жаңағыдай менің айтқан немен оқысаңыздар, иншалла, Құранға емін-еркін оқуға түскен кездеріңізде өздеріңіздің қателеріңізді, қазір өздеріңіздің оқыған Құрандарыңызды видео таспаға түсіріп алыңыздар, Құдай қаласа. Ертең біткен кезде көресіздер, Құдай қаласа. Сіздер бітесіздер ғой. Жарты параны біткен кезде, мен осылай оқитын бем деп қаласыздар. Сол үшін міндетті түрде жаңағы бір жігіт жазыпты, менің ойымша соат болады деп. Олай болмайды. Соа деп болады. Сол үшін бұл Құран, Алла тағаланың сөзі, бұл біздің ойымызша еш нәрсе болмайды. Сол үшін міндетті түрде жаңағыдай ұстаздың айтқанын істеп, жаңағыдай берген тапсырмаларын міндетті түрде жазыңыздар, жаттаңыздар. Алла тағала барлығын жеп жеңіл қылып қояды, иншалла. Алла тағаладан мынау а деген әріп жоқ та, зә, қараңыз, зә, зи, зу, а деген әріп жоқ араб тілінде. Сол үшін міндетті түрде жаңағыдай тәжвид өтеміз. Сіз қараңызшы, бірінші бір үй сабатқан кезде, сіз үйдің бірінші фундаментін құймай жатып, үйдің терезелерін ана жерден бастап несін дуалын құрып кетпейсіз ғой. Әр нәрсенің өзінің жаңағыдай несі бар, тәртібі бар. Біз қазір осы 28 әріпті білмей, жаңағыдай шығатын жерлерін өтеміз әлі бұның. Жаңағыдай қазір себебі сіздерге өтпей жатқаным шығатын жерін бірінші жаттап алсын. 28 әріпті жаттап алған екен, оның шығатын жерлері бар. Жаңағыдай тілді қай жерге қоятынын, қалай шығатынын үйретеміз, Құдай қаласа. Ва ахиру дауана алхамдулиллахи раббил аламин. Иншалла жақсылап дайындалыңыздар, иншалла. Келесі сабақ қашан болатынын
сіздерге ескертеміз, Алла қаласа. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Алла тағалам зейіндеріңіз ашсын, сабақтарыңызға береке берсін иншалла. Қандай сұрақтарыңыз бар, телеграмда күтеміз. Тапсырмалар міндетті түрде телеграмға жіберіп отырыңыздар. Жаңағыдай әріптерді, жаңағыдай 28 әріпті әрқайсысын бір әріпті бір дәптерге бір бетіне жазып толтырып, демек әр әріп жазған кезде мынау әлиф, мынау әлиф, мынау әлиф, мынау бә деп, мынау тә деп қараңыздар. Сонда әр әріп жазған кезде есен шықпайды ғой. Бір әріпті бір 20-30 жазған екен, ол әріп есен шықпайды уже. Қараң, ең жоқ дегенде 50-ден жазып қойың әр әріпті. Себебі бұл фундамент қой. Сіздің фундаментіңіз мықты болатын болса, сіз ертең Құранды қатесіз оқисыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи